Шымкентте жас шахматшылар сайысқа түсті. Жарысқа жан басына қаржыландыру бағдарламасы аясында жұмыс жасайтын спорттық үйірмелердің 100-ден астам шәкірттері қатысты. Олар 10 команда болып үздіктерді анықтады. Жарысты қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы ұйымдастырды. Жалпы шахмат үйірмесі оқушылар керек. Өйткені шахмат дегеніміз мидың жұмысы, оқушылардың ойлау қабілетін дамытады. Әсіресе бастауыш класстың мұғалімдер рахметтерін айтып жатады, өйткені математикадан есеп шығардан оқушылар жақсара бастайды. Сондықтан мынау спорт басқармасына рахметін айтамыз, осы қандай қиыншылыққа қарамай, осы біздің оқушыларымызға жағдай жасап жатқанына. Рахмет. Әлі де осыдан үлкен жарыстар өткізе беруіне тілектеспіз. Жалпы жарысымыз 12 ноябрь күні басталды. 12-сі, 13-ші, 19-ші бүгін аяқталады. Жарысымыз швейцарский система бойынша 6 тур. 10 команда қатысып жатыр. Бір командада 6 бала. Осы жарысымызды ұйымдастырып отырған Шымкент қаласының спорт басқармасына алғысымды айтам. Бүгін соңғы турымыз жарысымызда ең лайықты, ең үздік команда бірінші орын алады деген үміттемін. Жарыстың барлық кезеңдері тартысты әрі қызықты өтті. Жас шахматшылар үйірмеде жинаған тәжірибелерін ортаға салды. Шеберліктерін шыңдап, деңгейлерін арттырды. Шахматтың шын мәнінде ақыл-ой спорты екендігін дәлелдеді. Менің арманым ұлы шахматист болу. Мен шахматты жақсы көремін және шахмат миды дамытады. Біз жарысқа 11 оқушы болып келдік. Және мен 2 оқушыны ұттым. Біздің команданың аты Тамирис. Біз 10 болып келгенбіз. Біз оны қазір 5 командамен ойнадық. Шахмат бізге оны логикасымен ұнайды. Тағы шахмат бізге оны математика жайлы үйретеді. Жарысқа 7 мен 17 жас аралығындағы балалар қатысты. Барлығының ынтасы өте жоғары, алдына қойған мақсаттары да айқын. Мен шахматқа қатысып жүргенде 3 жылдай болып қалды. Мен шахматты қатты жақсы көремін. Маған ферзь, кейде тура, сол фигуралармен ойнаған ұнайды. 2 рет ұттым жарыстан. Қазір осыны ұтсам, 3-ші нем болады, ұтқаным болады. Осы шахматқа қатысқанымызға ұзақ қалды, бірақ 1 жылға жетпейді. Осы шахматта бізге ферзь және король өте маңызды екен білеміз. Әсіресе король өте маңызды. Ферзь ең мықтысы болғанмен король маңыздырақ. Бірақ маған ферзьбен ойнаған ұнайды. Және де қазір мен бір баланы ұтып кеттім. Шымкентте шахмат спорты бойынша жан басына қаржыландыру бағдарламасы аясында 15-ке тарта үйірме жұмыс жасайды. Бұл үйірмелерде 500-ге жуық жасөспірім шахматпен тұрақты түрде шұғылдануда. Балаларға зор мүмкіндік беріп отырған бағдарламаға ата-аналар да дән риза. Қазіргі мемлекетіміздің басшылары осыған жастарға көңіл бөліп, осындай спорт клубтарды ашып, қаражат бөліп атқаннан пайдалануымыз керек. Себебі жастар біздің келешегіміз. Қазақстанның келешегі бәрі осы жастардың қолында. Олар өссе, өнсе, оқыса, білімді, шахматист болып, чемпиондар болып шыға берсе, Қазақстанымыздың көк туын жоғары желбіретуге өздерінің міндетті түрде өздерінің үлесін қосады деп ойлаймын. 3 күнге жалғасқан жарыстың қорытындысы бойынша жеке кәсіпкер Амирбеков командасы 3-ші орынға қол жеткізсе, 2-ші орынды жеке кәсіпкер Тамирис командасы иеленді. Ал жеке кәсіпкер орталық шахмат клубының командасы шахмат тақтасында қарсылас шақ келтірмей жарыстың жеңімпазы атанды. Үздік өнер көрсеткен шахматшыларға қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы тарапынан медальдармен қатар кубоктар табыс етілді. Бұл жарыс Шымкентте спорттық тапсырысты жан басына қаржыландыру бағдарламасы нәтижелі жүзеге асып жатқандығын аңғартады.